Сәлем достар, сендермен тарих бәріне керек арнасы. Бүгін мен алдыңғы видеода айтып кеткендей, яғни Қазақстанның тарихын толықтай айтып беретін боламын. Ал ендеше кеттік. Қазақ жерінің тарихы адамзат баласының алғашқы кезеңдерінен басталады. Бұл өлкеде алғашқы адамдар бұдан бірнеше жүз мың жыл бұрын өмір сүрген. Олар аңшылықпен, терімшілікпен айналысты. Кейін неолит пен қола дәуірінде мал шаруашылығы мен металл өңдеу дамыды. Антронов мәдениеті осы кезеңде қалыптасты. Біздің заманымызға дейінгі 7-3 ғасырлар аралығындағы сақтар өмір сүрді. Олар батыр, ержүрек, өнерге жақын халық болған. Ең әйгілі ескерткіш Есік қорғанынан табылған алтын адам бұл сақтардың биік мәдениетінің, шебер зергерлігінің айғағы. Сақтардан кейін үйсіндер мен қаңлылар билік етті. Олар өзара одақ құрып, Ұлы Жібек жолының бойында сауда-саттықты дамытты. Біздің заманымыздың 1000 жылдығында түркі тайпалары бой көтере бастады. 6 ғасырда түрік қағанаты құрылып, Еуразияның үлкен бөлігін қамтыған. Алғашқы ірі түркі мемлекетке айналды. Бұл кезде Орхон Енесей жазуы пайда болды. Тасқа қашалған күлтегін мен білге қаған жазбалары қалды. Түріктерден кейін батыс түрік, түркеш, қарлық және оғыз қағанаттары құрылды. Әрқайсысы белгілі уақыт билік етіп, қазақ халқының этногенезіне үлкен үлес қосты. 10 ғасырдан бастап Қарахан мемлекеті құрылып, алғаш ислам дінін мемлекеттік дін ретінде қабылдады. Бұл мәдениет пен ғылым дамыған уақыт болды. Кейін Қыпшақтар тарих сахнасына шықты. Олар дала империясын құрды. Қыпшақтар Шыңғысхан шапқыншылығына дейін ең ірі күштердің бірі еді. 13 ғасырда Шыңғыс хан қазақ даласын жаулап алып, оны Жошы ұлысына қаратты. Осылайша Алтын Орда құрылды. Бұл кезде қазақ жерінде сауда, қала мәдениеті, дін дамыды. Алтын Орданың әлсіреуімен бірге оның орнына Ақ Орда, Ноғай ордасы, Әбілқайыр хандығы сияқты жаңа мемлекеттер құрылды. 15 ғасырда осы бытыраңқылықтан кейін Керей мен Жәнібек сұлтандар Әбілқайырдан бөлініп, 1465 жылы Қазақ хандығын құрды. Бұл Қазақ хандығының ресми мемлекет ретінде қалыптасқан кезі. Қазақ хандығын Қасым хан, Хақназар хан, Тәуекел хан, Есім хан, Тәуке хан сынды хандар күшейтті. Қасым хан кезінде хандықтың аумағы кеңейді және халық саны 1 миллионға, әскер саны 300 мыңға жетті. Есім хан заңдар жүйесін енгізсе, Тәуке хан 7 жарғы заңдар жинағын жасады. Бұл кезде қазақтар толық біртұтас халық ретінде қалыптасты. 17-18 ғасырларда қазақтар жоңғар шапқыншылығына қарсы күресті. Бұл ел басына күн туған кезең еді. Ақтабан, Шұбырынды, Алқакөл, Сұлама атты ауыр кезеңде қазақ халқы қырғынға ұшырады. Алайда Абылай хан сынды көсемдердің арқасында ел қайта бірігіп, жоңғарларды жеңіп шықты. 18 ғасырдың ортасынан бастап Ресей империясының ықпалы күшейді. Қазақ хандары біртіндеп Ресейге бодан бола бастады. 19 ғасырда хандық билік жойылып, патша үкіметі қазақ даласын толықтай басқаруға көшті. Бұл кезде бірнеше ұлт азаматтық көтерілістер болды. Сырым Датұлы, Исатай мен Махамбет, Есет Көтібарұлы, Кенесары Қасымұлы бастаған қозғалыстар елдің тәуелсіздігін қайтаруға бағытталды. Әсіресе Кенесарының қозғалысы қазақ тарихындағы соңғы үлкен хандық қарсылық болды. 20 ғасыр басында Алаш қозғалысы пайда болды. Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатұлы сияқты зиялылар қазақтың дербес зайырлы демократиялық мемлекетін құруға тырысты. Алайда кеңестік билік орнап, алаш көсемдері қуғын сүргінге ұшырады. Кеңес дәуірі ауыр кезең болды. 1921, 22 және 1931-33 жылдардағы ашаршылықта миллиондаған қазақ қырылды. 1937-38 жылдары мыңдаған зиялылар атылды. Алайда осы кезеңде индустрия, білім беру, ғылым да дамыды. Қазақтар ұлы отан соғысына қатысып, мыңдаған елдер ерлікпен қаза тапты. Соғыстан кейін Қазақстан тың игеру аймағына айналып, демография күрт өзгерді.
1986 жылы Алматыда желтоқсан көтерілісі болды. Бұл Кеңес одағына қарсы алғаш көтерілген ұлттық наразылық еді. Осыдан кейін бірнеше жылдан соң Кеңес одағы ыдырап, 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін жариялады. Нұрсұлтан Назарбаев елдің тұңғыш президенті атанып, егемен мемлекеттің іргесі қаланды. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанда жаңа конституция қабылданып, елорда Алматыдан Астанаға көшірілді. Экономикалық реформалар, шет елдермен дипломатиялық қатынастар жолға қойылды. Қазақстан ядролық қарудан бас тартып, Біріккен ұлттар ұйымы мен басқа да ұйымдардың белсенді мүшесіне айналды. Бүгінде Қазақстан дамушы мемлекет, тарихы бай, мәдениеті терең, рухы биік ел. Қазақ халқы ежелден еркіндік сүйген кең даланың иесі, батыр бабалардың ұрпағы. Достар, міне біздің де бүгін Қазақстан тарихы туралы айтқан контентіміз де бітті. Мені қолдап, лайк басып, арнаға жазылып кетулеріңізді сұраймын. Мен күнде бір видео салып отыруға тырысамын.